Сәлем достар, сіздермен бүгін сочник с творогом сүзбелі сочник жасайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ, өте керемет болып шықты. Осын сочниктің рецептімен бөліскім келіп тұр. Кеттік. Бізге қажетті 300 грамм ұн, 125 грамм сары май, 2 ас қасық қаймақ, 1 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, 1 чай қасық қопсытқыш. Енді сары майымыз бен қантымызды салып, миксермен араластырамыз. Жақсылап араластырып, үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймақты салған соң, тағы да жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластыру керек. Болды, барлығы араласып болды. Енді ұнымыздың үстіне қопшытқышымызды салып, жақсылап, ұн мен қопшытқышты жақсылап араластырамыз. Саламыз. Бәрін салып, осыны енді миксерден өткіземіз. Барлығы араласып болды, песочный болды. Енді осыны қолмен алып жақсылап нанды илейтін боламыз. Жақсылап илеп, менде осындай 574 граммдай шықты. Осыны енді пищевая пленкаға салып, орап, 1 сағатқа тындырып қойып қоямыз. Қамырымыз тынып тұрғанда дайын болуына 20 минуттай қалғанда салмасына кірісеміз. Бізге қажет 400 грамм сүзбе, 1 ас қасық кукурузный крахмал, 3 ас қасық қант, 1 ас қасық қаймақ және жұмыртқаның сарысы. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Осы сүзбені блендердан жақсылап өткізіп, үстіне қантымызды саламыз, крахмалымызды саламыз, қаймағымызды құямыз және жұмыртқаның сарысын салып, барлығын жақсылап блендермен араластырамыз. Егер сіздерде блендер болмаса, вилкамен де жасасаңыздар болады. Сүзбеміз қатты сұйық болып кетпеу керек. Егер қатты сұйық болса, 1 ас қасық ұн қоссаңыздар болады. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді қамырына кірісеміз. Осылайынан жасап алдым. Енді осылай домалақтап аламыз. Біреуі 60 граммдай болады менде. Бәрін жақсылап 60 граммнан осылайынан бөлектеп, домалақтап күлшелеп алдым. Осылайынан жақсылап қатты жұқа, қатты қалың емес қып. Міне, примерно осылай жайып шығамыз. Енді салмасын 1 ас қасықпен саламыз тестамызға. Осылайынан жақсылап, екі шетін басып жабамыз. Егер сіздерде салмасы сұйық болып кетіп жатса, толығымен бәрін жапсаңыздар да болады. Енді бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып, осылайынан жағып шығамын барлығын бетіне. Бәрін жағып болған соң, енді 180 градусы қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа қоямыз. Мінекей достар, біздің сочнигіміз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаға баса кетіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.